Сәлеметсіздер ме, менің құрметті алтындарым. Бүгін сіздерге осылай витаминдерге бай, гемоглобині аздарға өте пайдалы болатын бауырдың котлетін үйрететін боламын. Менің каналыма тіркеліп қоңырау батырмасын басып қойыңыз. Ең алдымен мясорубкадан осылай бауырымызды, сәбізімізді, сарымсақты, жуаны бәрін осылай ұсақтап өткізіп аламыз. Өткізіп болғасын оған өсімдік майымызды, тұзымызды, сүтімізді құйып жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде жақсылап араластыру керек, себебі түйіршіктер болмауы қажет. Араластырып болдық. Енді өсімдік майы жағылған табамызға қызып тұрған осылай бір ас қасықтан салып, жақсылап пісіріп аламыз. Міне бәрін пісіріп алдық. Енді тәрелкеге осылай әдемілеп соуспен тарту етсеңіздер болады. Соусқа майонезді немесе кетчупты қолдануға болады. Астарыңыз дәмді болсын.